Армысыздар, құрметті көрермен, боямасыздың бүгінгі қонағы ұлттық телеарналар арасында ең үздік деп танылған Сезім толқыны сериалының басты кейіпкері Әлидің рөлін сомдаушы Абдықали Абылай бізде қонақта. Сен біздің отбасымыздың бір мүшесісің. Бізбен бірге отырып тамақтанасың. Балам, қазір Раушанмен құдағи келеді. Қолыңа не болған? Жай әшейін. Раушан тамаққа келмейді. Негізі саған қайырлы күн тілейін деп күтіп тұрған едім. Жарайды, тек ұмытпашы, бұл маңызды. Уәде берем. Ұмытпайым. Қайырлы түн. Қайырлы түн. Қош келдің, алдымен өзіңді таныстырып өтсең. Қош көрдік, рахмет. Есімім Абдықали Абылай. Осы Жамбыл облысы Байзақ ауданы Саркемер ауылының тумасымын. 11 жыл мектепті тамамдадым. Саркемер ауылында 40 жылдық мектебінде. Класстастарыма сәлем жолдаймын. Осы Тараз қаласында Тараз өңірлік университетінде 4 жыл бакалаврды тәмамдағам. Мәдени тынық жұмыс мамандығы бойынша актерлық бөлімінде. Сол қазіргі жетіп отқан дәрежем мүмкін сол білімнің арқасында шығар, еңбектің арқасында деп ойлаймын. Осы біз қазір сұхбатты түсіріп жатқан театрда жұмыс жасаймын. Жалпы солай. Енді үлкен жобаларының барлығы Алматы, Астанада кастингтері сол жақта өтеді. Тараздан барып келу қиын болды ма? Қанша кастингке бардың және қанша онан өтпей қалдың? Көп өтпей қалған кастингтер, себебі мен көптеген кастингтерге қатысқам. Әрине қиын болатын, бірақ қиын деп жүре берсек, онда біз ешқашан өспейміз, бір орында тұрып қаламыз, сондықтан тоқтамаймыз, еңбектенеміз деп өзіме айтқан болатынмын, еш нәрседен қорықпа деп. Мынандай бір қызық болатын, кастингке бармай тұрып, қорқыныш болатын. Егер де мен кастингке барып, қазір мен ол жерден өтпей қалсам деген қорқыныш болатын. Себебі ешкім өзінің дәрежесін түсіргісі келмейді ғой. Бірақ не дегенмен өзінің басында коронанды шешіп, мойындап, әлі сен бір нәрсеге дайын болу үшін бір аз-аздан бастау керек. Аз-аздан үздіксіз дейді ғой, сол сияқты. Кастингтерге қатысып көрдім. Ең бірінші барған кастинг бұл 532 сериалдың кастингі болатын Алматы қаласында. Қорқынышымды сол кезде жеңдім десем болады. Одан кейін басқа да кастингтерге қатысып жүрдім. Еш қорқынышсыз, қобалжусыз жеңіл өтетін. Қазіргі сериалдарда таныс тамыр деген нәрсе жүре ме әлде? Ондай нәрсе мүлдем жоқ па? Мен жеке өз басым ондай нәрсе байқаған жоқпын. Бұрын менде елдер айтатын, біз ауылда жүргенде бәрі сөйтіп айтатын. Мына қазір экранда жүрген балаларды қараш, мынаны қараш, өздерің сияқты балалар, бірақ енді бұларды да түсінуге болады, бұларды да бір қолдайтын адамдар бар шығар деп. Бірақ өзім жеке барып, қатысып көргеннен кейін, менде ешқандай ондай қолдау көрсететін ағаларым, көкелерім болған жоқ. Өз еңбегіммен, өз күшіммен, бір Аллахтың қалауымен жетуге болатын, кастингтен өтуге болатын түсіндім, көзім жетті. Ондай ешқандай ешкім әсер еткен жоқ. Мынау Сезім толқыны сериалында түскен кезде қанша уақытқа созылды және одан тәжірибе ала алдың ба? Сезім толқыны сериалының кастингінің өзі былай жалпы кастинг деп айтып отырмыз ғой. Соған кішкене тоқталып өтейін, мүмкін бұл басқаларға қызық болар. Кастингке қатысар кезде қазір егер де сен көзге түскен, көзге көрініп қалған актер болсаң, мынау негізі Инстаграмда күші бар. Солай Инстаграмға ақырындап видео суреттеріңді салып, поэзия оқып, қолынан не келеді, соны көрсетіп жүрген дұрыс. Қазір енді бастап жатқандарға айтарым. Сөйтіп жүрген кезде мен негізі ол уақытта басқа сериалға түсіп жатқан болатынмын. Алдағы уақытта қазір онда талқылайтын шығармыз. Сол кезде түнде кастинг директор қыз жазған маған. Сізді осындай рөлге көргіміз келеді. Пробаға келіңіз деді. Проба деген ол саған бір үзіндісін береді сериалдың. Соны ойнап көрсету керексің. Егер сенің образың, сенің жасаған не келетін болса, онда сенімен ары қарай жұмыс жасауға болады деген сөз. Солай барып көрдім пробаға.
Ол кезде сары шашпен жүргем, кішкене сол кезде қобалжу болдым. Мынау сары шашпен жүрмін ғой, енді басқа жобадан қазір мүмкін менің образым дұрыс шықпай қала ма деп. Жоқ, бірақ барлығын көңілінен шыққан сияқты маған бір күннен кейін хабарласып, сізді осы рөлге алғымыз келіп тұр деп хабарласқан болатын. Түсірілім Ақтау қаласында болды. Оңай болған жоқ. 45 күн болды. Күн суық болатын ол кезде. Біздің Тарас сияқты емес. Жел, аяз. Одан кейін тоқтамай күнде түсірілім болғаннан кейін жақсы тәжірибе жинадым десем болады. Себебі былай сахнаға шығып өнер көрсетіп рөлін сомдағанмен ол экранда камера алдында жұмыс жасаған ол мүлдем бөлек нәрсе. Осы жерде бір сұрақ. Театр мен киноның түсірілімде қандай айырмашылық бар? Мен енді өзімді үлкен өстім, толдым, жетілдім деп айта алмаймын, бірақ айырмашылығын сезініп көрдім, түсіндім. Айырмашылық бар театр мен кинода. Сенің ойнау диапазоның театрда кең болса, үлкен болса, ал кинода ол минимализммен болады. Себебі сен қатты айқайлап сөйлеу деген нәрселерді азайтасың, даусыңды сәл бәсеңдетесің. Сол жағынан минимализм болады. Ал ол егерде сенде штамп болып қалып кетсе, сенің театрдағы ойнау қабілетін, онда кинода қиындау болады деп ойлаймын. Бірақ мен мүмкін жас болғаннан ба, маған ондай бір қатты қиындық тудырған жоқ. Иә, ол рас, дубль бар кинода, дубль бар. Дубльмен қайтадан өзіне ұнамаса, дубльді сұрап, мен тағы да одан да жақсы жасай алатын сияқтымын деп жасауға болады. Бірақ тағы да бір кішкене бір айта кететін нәрсе, көбісі айтып жатады ғой енді, театрда ол бөлек, сен бір-ақ рет ойнайсың деп. Иә, ол бөлек, бірақ театрда сен өнер көрсету үшін сен спектакльге 2 ай, 1 ай айлап дайындаласың. Оның сөздерін жаттайсың, кем-кетік жерлерін дұрыстайсың, өзіне бір керекті фишкалар табасың. Ал кинода ондай саған мүмкіндік берілмейді. Өте уақыт тығыз түрде қазір қолына берілген текстті жаттап алып, сол рөлге еніп, қазір алып шығу керек боласың. Сондықтан екі түрлі мәселе ғой бұл жерде. Мынау кастинг бойынша. Енді барлық кастингтер Алматы, Астанада өтетіні рас. Ал басқа қалада отырып, сол кастингтерге қатысудың қазіргі жаңа жолдары бар ма? Әлеуметтік желі арқылы немесе онлайн түрде? Бар. Қазір мүмкіндік көп қой бізде. Интернет дамыған заман. Егерде енді бұл да бір кеңесім болсын, айта кетейін. Мен қазір өз басым Тарас қаласында отырмын, бірақ қазірдің өзінде мен кастингтерге қатысып жатырмын Алматы қаласында. Ол қалай? Әр актердің өзінің портфолиосы болу керек, анкетасы, суреттерін, портфолио. Сол анкетаны нақты түсіндіріп өтсең, қандай болу керек? Анкета ол жинақы болу керек. Ол сен туралы қысқаша мәлімет. Сенің аты жөнің, туған жылың, бойың, киіміңнің өлшемі, бұған дейін немен айналыстың, қандай жобаларда болдың, қайда оқыдың, қай театрда жұмыс жасайсың деген сияқты. Содан кейін өзінің суреттері бар, белгіленген. Портрет, анфас деген сияқты. Денеңді, мысалы, аяғымен бірге полный рост түсіріп жібересің. Бұның барлығы керек. Сен солай жібергеннен кейін, егер сен сол жердегі бір жобадағы бір кейіпкерге келіп тұрсаң, олар саған өзіңді жібереді сериалдан. Соны түсіріп жібересің. Оны видеопроба деп атайды. Осылай онлайн кастингтерге қатысуға болады. Кастингтерді қайдан іздейміз деп менен сұрап жатады ғой енді. Мен ол жағынан еш нәрсе жасырғым келмейді. Мен де себебі өте көп қиналатынмын, ізденетінмін, түсінбейтінмін бастапқыда қалай, не. Бұл да бір түбегейлі келетін болсақ, бұған да жауапкершілікпен қарау керек. Кастинг деп іздесеңіздер болады. Инстаграм бар, Телеграм бар. Кастинг деп іздейсіздер. Сол жердегі кастингпен айналысатын кісілерге тіркеліп қоясыздар. Ол кісілер өздерінің инстаграмдарына кастинг болған кезде хабарлап жариялап отырады. Сол жердегі берілген номерге немесе өздеріне жекесіне жібересіздер. Осылай.
Енді сезім толқынына келсек. Сезім толқыны сериалы шыққаннан кейін жаңа көрермендерің пайда болды. Қандай өзгерістер болды өз басында? Жеке өз басым ондай бір қатты бір назарға түсіп қаламын деген ондай ой болған жоқ менде. Мен сендім жобаның сәтті болатынына, жоба халыққа ұнайтынына сендім. Бірақ мұншалықты деп ойлаған жоқпын енді, шынымен. Сериал шыққаннан кейін бірден көп адамдар Инстаграмға тіркеле бастады, тани бастады, қазір көшеде де танып жатады, суретке түсіп жатады. Бұл өте қуантады, әрине. Ол актерға керек нәрсе негізі сол ғой, назар. Назардамыз қазір. Актерді шабыттандыратын сол. Иә, шабыт береді, мотивация береді. Одан ары жылжығың келеді, одан ары танымал болғың келеді деген сияқты. Бірақ танымал боламын деп көп адам сәл бір осылай назарға қалған кезде енді жұлдыз ауруы болып жатады дейді ғой. Мен білмеймін, маған көп сұрақ қояды, сен жұлдыз ауруымен ауырып қалған жоқсың ба деген сияқты. Өзім жеке өз басым ондай нәрсе сезген жоқпын. Ондай нәрсе менде болды ма, болмады ма білмеймін. Ол қалай болу керек, қандай болу керек білмеймін оны. Сондықтан болмай ақ та қойсын деп тілеймін. Жалпы солай. Білмеймін, маған ұнады. Енді сезім толқынының екінші сезоны қазір түсіріліп жатыр, иә? Түсіріліп болды. Енді қашан көрерменге жол тартады? Қазір өңдеу жұмыстары жүріп жатыр, монтаж. Шамамен бұл жоба күз айларында шығу керек, қыркүйекте. Бұйыртса сезім толқынының екінші маусымын көрермендер қыркүйекте көре алады. Шамамен осылай. Енді білмеймін ол жағын. Бізге нақты еш нәрсе айтылмайды ғой, қай уақытта шығатыны. Қыркүйекте деп отыр. Екінші сезонда қандай қызықты оқиғалар бар? Және екінші сезон шетелде түсірілді, иә? Сол жайында толық айтып кетсең. Айтып тұрмын ғой, жаңа жоба сәтті болатынына мен сендім. Бірақ мұншалықты емес. Неге? Біз енді екінші маусым түсірілетінін білген де жоқпыз. Ол уақытта бізге кейіннен халыққа ұнағаннан кейін барып, ол бізге айтылды, екінші маусымы түсіріледі деп. Екінші маусымы өте ұзақ мерзімде болды, негізі түсірілім Ақтау қаласында болды. Сосын Әзербайжанда Баку қаласында болды. Маған екінші маусымның өзі де үлкен тәжірибе сыйлады. Себебі мен өмірімде жасап көрмеген нәрселер жасадым. Өте үлкен тәжірибе болды. Қайықта айдадым, Каспий теңізіне де құладым. Себебі мен бұрын бала күнімде суға батып кеткеннен кейін суға онша жақындай бермейтінмін. Ал енді сол қорқыныштарымды ақырындап жеңдім десем болады. Өте үлкен тәжірибе сыйлады маған. Сол жағынан ұтымды болды. Әзербайжанда Баку қаласында түсірілді. Неге деген сұрақ болуы мүмкін. Енді біз түркі тілдес елміз. Біз доспыз, бауырмыз деп айтып жатамыз ғой. Әзербайжан мен Қазақстан достық қарым-қатынасы жыл өткен сайын жақсара түсуде. Сондықтан неге осылай творчестволық, шығармашылық жағында да тағы да бір қарым-қатынас жасамасқа деген ой келді. Енді бұйыртса мынандай тағы да бір жаңалықтар бар. Бірінші маусымы сезім толқынының Әзербайжанда күзде көрсетіледі деген. Егер көрсетілетін болса, демек бізді тек қана Қазақстанда емес, енді Әзербайжанда да көреді деген сөз. Әзербайжанда сол өзінің тілінде аудара ма, әлде? Жобаны сатып алып жатыр олар, иә? Иә, өзінің тілінде аударып, өздерінің арналары бар. Әзербайжан ТВ деген, сол арнада көрсетілетін болады. Қазір кезде әлеуметтік желіде көптеген оқырмандарың енді сұрақ қойып жататын шығар. Осы жерде бір мүмкіндік болсын ол кісілерге. Инстаграмда ең көп келетін сұрақ, 3 сұраққа осы жерде жауап берсең. Ең көп келетін сұрақ. Ең бірінші сұрақ, сен қазақсың ба? Иә, мен қазақпын. Ол жүзбін, руым қаңғыла.
Екінші сұрақ, ең көп келетін екінші сұрақ бұл енді жоба болғаннан кейін басты кейіпкерлерді халық қосып жатады. Араларында өмірде де махаббат болса екен деп. Енді менің партнерім Дильназ Ертаева, мен Әлиді сомдасам, ол Толқынды сомдады. Әлидің ғашығын екеуміз қосып жатады. Араларыңызда махаббат болды ма деп. Бұл сұраққа жауап жоқ. Қазір енді сіздер жүресіздер ме деген сұрақтар маған өте көп келеді, жекеме парақшама. Бұл сұрақтың жауабы жоқ. Біз бірге емеспіз, жүрмейміз. Енді әрине партнерім болғаннан кейін өмірде де сен оның бір қасиеттерін, жақсы жақтарын көре бастайсың, ұнатасың. Менде сондай болды. Ол жасыратын еш нәрсесі жоқ. Бұл адам ретінде көзқарасым ол кісіге өте жақсы. Жалпы солай. Бірақ өмірде ешқандай былай қарым-қатынаста емеспіз. Үшінші сұрақ тура жаңағы қатысы бар. Сұрап жатады, қызыңыз бар ма, қазір махаббатыңыз бар ма деп. Қазір жоқ. Басым бос, бойдақпын. Жалпы солай. Үлгі тұтатын актерің кім? Кумир ма? Енді білмеймін, халық дұрыс түсінбей қалып жүрмесін. Көбісі енді ауырып жатады ғой, мен осы кісімен ауырып қалдым деп. Күндіз-түні соның телефондан суретіне қарап, немесе енді білмеймін. Жеке өз басыма ұнайтын, үлгі тұтатын актерлар өте көп. Қазақстандық актерлар да бар, бірақ енді шетелдік актерларды айтқым келеді, себебі мен сол кісілердің фильмдерін қарап өскен болатынмын. Ол Болливуд жұлдызы королі Шахрух-хан, біздің бала кезден көріп өскен Джеки Чан, неше түрлі боевик фильмдерін көріп өстік. Сильвестр Сталлоне, көп айта берсек, бірақ қарап тұрсақ, бұлардың бәрі негізінде профессионал актер емес. Мен сол үшін қызға қарайтынмын, профессионал актер емес болғандықтан. Аннан-мұннан тиіп қашып, білім алып, сабақ алып, сөйтіп жүріп үйренген кісілер бұлар. Соған қарамастан үлкен дәрежеге жеткен. Сондықтан қызға қараймын. Райан Гослинг, Кристиан Бейл, Ди Каприо, Брэд Питт, көп актерлар айта берсек. Актердің бойында болатын үш қасиетті айтып өтші. Қандай қасиеттер болу керек деп санайсың? Актердің бойында үш қасиет болу керек. Егер осы үш қасиет болмаса, ол актер өзінің жұмысына кедергі жасайды деп ойлаймын. Бұл туралы бұған дейін қатты мән беріп ойламаппын. Қазір сұрақтан кейін ойланып отырмын. Сұрақтан кейін ойланып, өзіме де есіме салып отырмын осы туралы. Актер қанша жерден халық оған, ой, мына кісі актер ғой, суретке түсейік, бүйтейік, сөйтейік деп сыйлап, қолдап көтергенмен, оны кейбір адамдар көтереді, кейбір адамдар көтере алмайды. Ол бір жағынан қорқынышты негізінде көтере алмай қалу. Сондықтан мен өзімді ұстап жүрем. Не болса да сен адамсың деп. Ең бірінші сен адамсың, адам болып келдің дүниеге. Сондықтан ең бірінші актер өзінің адамгершілік қасиетін жоғалтпау керек. Ол қалай айналдырсаң да ол адам ең бірінші. Егер сенде адамгершілік қасиет болмаса, онда сенің алған кейіпкерлермен де бір іштей байланыспайтын, сенің өзің мен кейіпкерінің арасында конфликт болуы мүмкін. Мысалы, сенің өзің нашар адамсың, бірақ жақсы адамды сомдауың керек. Сен оның көзқарасымен, ойларымен келіспеуі мүмкін. Ал мүмкін керісінше сен жақсы адамсың, бірақ нашар адамды сомдау керек деген сияқты. Екінші қасиет бұл әділдік болу керек деп ойлаймын. Себебі сенің сын көтере білу керек. Өзіңе айтылған сынды көтере алмасаң, өзінің минустары мен плюстарыңды мойындай алмасаң, онда сенің өсуіне кедергі болады деп ойлаймын. Өсу процесін тоқтап қалуы мүмкін. Үшінші қасиет бұл мейірімділік, махаббат.
егер сенің бойында мейірімділік пен махаббат болмайтын болса, онда айтып тұрмын ғой, ең бірінші актер өзінің жұмысын сүйеді ғой негізі. Сенің жұмысына кедергі жасайды. Одан кейін сенің мейірімділік мен махаббатың болмайтын болса, онда сен барлық нәрсеге жауапкершілікпен емес, жай ғана қарайтын боласың. Отбасында да проблемалар болуы мүмкін. Сондықтан осы үш қасиет ең керекті қасиет. Сенің қанша жерден бір проблемаларың болуы мүмкін. Актер болған кезде актерға өте көп нагрузка түседі. Моральдық жағынан, психикасына, физикалық жағынан болса да, бұның бәрі бір-біріне әсер етеді. Ауырып қалуы мүмкін, немесе тағы да бір жағдай болып қалуы мүмкін. Ешкіммен сөйлеспей депрессияға түсіп кетуі мүмкін. Әртүрлі жағдайлар көп негізінде. Сондықтан осы қасиеттерді ұстана отырып, егер жүретін болса, актер менің ойымша бәрі жақсы болады деп ойлаймын. Сондықтан мен қазір сіздерге айтып отырып, өзіме де осы нәрсені айтып отырмын. Рөл сомдаған кезде, театрда болсын, кинода болсын, рөлден кіріп кетіп шыға алмай қалатын кездерде болады. Ондай сәттер болды ма басында? Болды, болмады деп те айта алмаймын. Бірақ әрбір кейіпкерден кейін көңілінде бір нәрсе қалып кетеді. Сол кейіпкерінің бір жағын жақсы көріп қаласың, немесе сол кейіпкеріңді қимағаннан жібергің келмей тұратын сәттер болады. Әрине, білмеймін енді, мысалы, университетте оқып жүргенде «Болмаған оқиға» деген спектаклінде әйелінен айырылып қалған бір баласы бар, ішімдікке салынып кеткен ер азаматты сомдаған болатынмын. Одан кейін де сол рөлді сомдағаннан кейін миымда да көп нәрсе өзгерді деп айтсам болады. Менің білмеймін, отбасыма деген, басқа адамдарға деген махаббатым ашыла бастады. Барлығын жақындарта бастадым. Әрбір сәтті бағалай бастадым. Адамдар мәңгілік емес қой деген нәрсе ұғым келді маған. Түбегейлі осознанно деп жатамыз ғой енді. Саналы түрде қабылдай бастадым. Одан кейін мынау кинодан айтатын болсақ, «Қарға» сериалында жетім баланы сомдағаннан кейін мен өзімді солай ұстадым. Қалай айтсам екен? Мен Алматыда, отбасым Таразда, бірақ отбасыммен сөйлеспейтінмін. Телефон арқылы олар маған хабарласатын, бірақ мен көп сөйлеспейтінмін. Себебі отбасымның барын ол кезде әдейі өзімнің кейіпкерімнің енді отбасысы болмағаннан кейін сол сияқты сәл де болсын өмір сүріп көргім келді. Құдай өзі сақтасын, бірақ солай жасауға тура келді. Мен солай жасап көргім келді. Бұл эксперимент болатын. Сол кейіпкеріме жақын киіне бастадым. Өте, қалай айтсам екен, өзіме салғырт қарайтын болдым, кішкене киіну жағынан болсын. Қалай болса солай киінетін болдым. Өте біртүрлі ауыр әндерді тыңдайтын болдым. Сол сериал біткеннен кейін де мен кішкене сондай тұйықталып қалдым мінезім. Ал мынау Әлиге келетін болсақ, бұл Әлидің кейіпкері енді байдың баласы, ерке бала. Ал мен үйдің үлкені болғандықтан өмірдегі Абылай ондай еркелеп өспеген. Ал бірақ бұл да маған бір менің ашылуыма бір тәжірибе болды, бір жақсы сабақ болды. Абылай енді еркелейді. Мен еркелеймін десең, Абылай енді еркелейтін болды. Кішкене солай менің мінезімнің тағы да басқа жағынан қырынан ашылуына көмектесті. Солай. Болашақта өнерге түсем, актер болам деген жігіт қыздарға бір спектакльдің дайындық барысын бір айтып өтші. Қанша уақыт кетеді, қанша күн кетеді? Өнерді таңдамас бұрын қазірден ойланатындай. Ішкі кухнясы дейді ғой. Иә. Соны айтып өтейін. Енді оны қазір мен айтқанмен ол түсініксіз болады. Сондықтан оны тек барып қана көре алады. Сезіп көру керек оны. Ол біреуге ұнайды, біреулер шыдайды, біреулер шыдамайды. Енді менің оқыған жеріммен жүрген шабытты салыстыруға келмейді негізінде. Себебі ол жерде әртүрлі мамандықтың иелері бар, әртүрлі шығармашылық адамдар бар. Ол жақ сонысымен қызық.
Сондықтан сол жаққа оқуға тапсырам десеңіздер, тек алға дайындалыңыздар, тапсырыңыздар. Конкуренциямен адам өседі. Енді бізде конкуренция аз болғанымен, бірақ біз өзіміз үшін тырысатынбыз. Өзіміз үшін, өзімізге керек, мынау маған керек деп жүріп жүгіретіміз. Дайындық сіздерге оңай болмайды. Оны барлығы біледі, ол сабақтан барлығы өту керек. Сіздер оқуға түсе салысымен, ой, міне мынау керемет азамат екен, мынаның бойында мындай талант бар екен деп ешкім айтпайды сіздерге. Сіздер түскен кезде жай қарапайым адам болып қаласыздар. Себебі сіздерден де мықты, талантты өнер иелері болады ол жерде. Соларға қарап сабақ алатын боласыздар. Үй дегенді ұмытасыздар. Жеке проблема деген болмайды. Жеке қарым-қатынас дегенді де ұмыта тұруға тура келеді. Егер де сіздер шын мәнінде жұмыс жасаймын, менде мақсат бар десеңіздер. Сондықтан барлық нәрсені сырт тастайсыздар, тек қана осы мен білім аламын, осы жерде қонамын, осы жерде жұмыс жасаймын деген ойға келу керексіздер. Азанда сабаққа кіргеннен түнгі сағат 11-де, 1-де, 2-де қайтып жатсаңыздар, оған таңғалмаңыздар. Ол тек сіздер үшін, ол пісіп жетілу үшін, көрерменге көрсетемін деп алған отрывок болсын, спектакль болсын, сәтті шығару үшін солай жасайсыздар. Ол сабақтан барлығы өту керек. Бұл жерде біріншіден физикалық тұрғыда нагрузка көп болады сіздерде. Моральдық жағынан, психикалық жағынан болса да, үйдегілермен бір қарым-қатынастарыңыз дұрыс болмай қалуы мүмкін осы мәселе бойынша. Сен кеш келесің, бұл не деген оқу, біз ондайды түсінбейміз деп. Сондықтан бұның бәрін егер көтере алам, қабылдай алам, мен түсінем бұның бәрін, бұл маған керек десеңіздер, онда тек қана алға дайындалыңыздар, оқуға тапсырыңыздар. Мысалы, театрдың өзінде де оңай емес, бір спектакльді алғаннан кейін, оған рөлге таласады бәрі негізінде. Шын мәнінде басты рөлді бәрі қалайды. Бірақ бір-бірін сыйлағаннан енді айта алмайды ғой, маған басты рөл керек деп. Режиссер кімді көріп тұр, сол адамдарды сынап көреді, состав болады. Бір адам жоқ болса, оған вод деген нәрсе болады, орнына басқа адамды қойып жібереді. Үлкен мерзімді қою мүмкін, спектакльді жасап шығаруға 2 ай, 3 ай, ол енді ауқымына байланысты. Сол бойынша дайындық болады. Егер де осындай өмірге шыдаймын десеңіздер, сын көтере алам, елдің айтқан сындарын көтере алам десеңіздер, 4 жыл оқу бітіргеннен кейін де сіздерге әркім неше түрлі нәрсе айтуы мүмкін. Сенің қолынан түк келмейді, сен бұл рөлге келмейсің. Неше түрлі кастингтерді көресіздер. Кастингтерде ешқандай рөл алмасаңыздар, оғанда сынып қалудың қажеті жоқ. Бәрін көтере білу керек. Сондықтан тек алға. Енді сұхбатымызды қорытындыласақ, жақында Абылайды қандай жобалардан көруіміз мүмкін? Осыған дейін Қарға, Сезім толқыны жобаларына түскеннен кейін ақырындап бір сәлде болса да маған назардың түсіп жатқанын, сұраныстың болып жатқанын өзім сәлде болса байқап жатырмын. Осы нәрсе қуантады. Бұрын өзім жүгіретін болсам барлық нәрсеге, қазір сәл жеңілдеу болды десем болады. Енді дәл қазір нақты айта алмаймын қандай жобаларда болатынымды, бірақ қазір кастингтерге қатысып жатырмын. Солардың арасынан 1-2 жобаға таңдалып өтіп жатсам, алда уақытта білетін боласыздар, көретін боласыздар. Абылай, бүгінгі біздің боямасыз сұхбатымызға өз уақытыңды бөліп келгеніңе алғысымыз шексіз. Құрметті көрермен, YouTube каналымызға тіркеліп, астына өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.